Мен саған ана Марсельонок емеспін, яйца нюхна. Ерке бұланнан секірген, менен секірген. Чек, я должен увидеть, чек. Рухқа гонорар келісе алмай қалдық. Что там, мотиватор? Қаш кетпейсің ба? Еркекше екеуміз фейс-то-фейс жасадық, енді еркекше төбелесетін жарсың шығып. Иә достар, Ануарбек мотиватор мен Жұман Жұмабеков ерегесіп, бір-бірлерін ұрып, жекпе-жектерін кәдімгідей жақсы бір қыздырып алды. Ал енді осы айда 31 қаңтарда Найза лигасында екеуінің жекпе-жегін көретін боламыз. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Атырауға минутка керек па? Халыққа шоу керек па? Минутка. Жалпы маған промоутер ретінде қызық болды, тегін минутка жасап жүрмін да. Бірақ 31 қаңтар күні қалсайшы, минутка емес, полный объем қойды. Жұмеке, родной, я от боя никогда не сливался. Мен бойдан деген қашатын болсам, мына жасқа келіп, нағып жүрім төбелесіп. Мен саған ана Марсельонок емеспін, яйца нюхна. Ерке бұланнан секірген, менен секірген. Мен ол адам емеспін, мен саған тағы да айтайын. Мен гонорарды келістік, если бүгін конкретно контракт болмайтын болса, Жандарбек, Найза, Нұрбек Қарабала, құрдас, бүгін контракт болмайтын болса, мен гонорарды көтерем. Не обессудьте. Шоуды жасап бердік, разогревті жасап бердік. Дальше я жду контракт. Дальше я должен увидеть эти цифры. Чек, я должен увидеть чек. Я выхожу. Давай. Жұмеке, дайындал. Ассаламағалейкум, баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Нұрбек аға, Жандарбек, Найза, ана мотиватордың контрактын қол қойдыртып алайық. Ертең секіріп кетіп жүрмесін. Қол қойғаннан кейін барып, менің көзім сенімді болу керек те, иншалла, ол немен төбелесетініне. Что там, мотиватор? Қаш кетпейсің ба? Еркекше екеуміз фейс-то-фейс жасадық, енді еркекше төбелесетін жарсың шығып, иншалла. Давай контрактын жіберсін саған, сен қол қой. Сол кезде мен 100% сенімді болайын, иншалла, сен шығатыныңа. Нұрбек аға, Жандарбек аға. Жандарбек аға. Анаған жүйесеш бір нәрсе алып контракт, иншалла. Жұманмен бой, датаны білесіңдер ғой. Дұрыс сұраққа дұрысша жауап берем. Адекватный сұраққа адекватный жауап берем. Көрінбей кеттің ғой дейді. Көрінбейтін дәрі ішіп алдым. Сатурн менімен шықпайды ол. Задний бер жоқ. Рухқа гонорар келісе алмай қалдық. Бойға план сындыр ғой, иншалла. Созып жүрмеймін, момент келема, момент ұстайын, иншалла. Болмаса, даган зағырламай. Алейкум ассалам. Май бауырым, иншалла. Көрейін қазір, қая кез ауысу керек. And still, Жұман Арлан Жұмабеков, иншалла. Сәлем деймі білайын, әсет. Жарты бассын сен деген жатын. Атырауды сағынған екем. Баяғы жүрген жерлермен жүріп келіп. Күшті вообще. Ностальгия ғой, ностальгия. Сондағы бір жыл болды Атырауда болмаған ма? Как будто бір 10 жыл болмаған сияқты да. Күшті екен вообще. Сағынасың екен да. Туған жерінде сағынасың екен. Абаймен қазір набережкемен жүріп қайтамыз. Бірінші намаз оқымыз, мешітке келдік. Набережкеге жүріп, еске түсіріп жүреміз, таза ауа жұтып. Кофе алып алып, бір кофедан. Сосын кешке жолға шығамыз, иншалла.
шоуды любой адамға өткіземіз, шоуды любой адамға жасаймыз, но бір адам бар, ол адамға шоу өтпейді, короче. Менің анам, танысып қойыңдар. Мама, айтып жер. Иә балам, аман жүр, қайда жүрсіңдер. Алға, Қазақстан алға. Все, достар, біз біргеміз. Уже салют басталып кетті ғой. Біреулер Новый годқа дайындалып жатыр. А бізге здоровье важнее, достар. Новый год, неинтересно. Тренировка. Алда деген халықты қуанту керек. 2026-та күшті бойларымыз бар, иншалла. Давайте, достар, кеттік бірге здоровье получать. Ассалаумалейкум. Погода деген мощный болып тұр ғой, мощный. Астанада көктем болып жатыр, көктем. Погода деген бомба. Бүкіл негативті алып тастаймыз, достар. Үйде жатпаймыз, көтереміз, тренировка істейміз, достар. Сіздердің денсаулықтарыңа ешкімге керек емес. Каждый денсаулықтар адамның өзіне керек. Так что тренировка істеңдер. Кеше ғана Еркебұлан Тоқтар ініміз, бауырымыз Өзбекстан елінде Ташкент қаласында жекпе-жек өткізіп, бүкіл өзбек бауырларымызды, қазақ бауырларымызды басын қосып, тамаша жекпе-жек өткізіп жеңіске жетті. Енді Еркебұланды өзім жеке атымнан шын жүрегімнен құттықтаймын. Осындай тамаша жеңіске жеткеніне, ринг төріне шығып атқан өзі бір бөлек болды ғой, бір бокстасқаны, ринг төрінде жүргені бір ерекше ғой, бір бөлек қой өзі, бір нокаутқа құлатқаны, бір үлкен бір шоу болды. Үлкен бір жеңіс болды. Осындай әдемі, осындай бір керемет, мықты бір жеңісімен құттықтаймын. Алла тағала Еркебұлан бауырым жанына шейін тіл көзден сақтасын. Абыройың жұлдыздай жарқырап өсе берсін дегім келеді сен үшін. Сен үшін әрдайым қуанып жүремін өзім жеке басымда. Өзбек бауырларыма да алғысым шексіз. Рахмет. Еркебұлан Өзбекстанға келгелі бер сол Ташкентке көріп жатыр. Қандай қолдау, қандай құрмет көрсетіп жатыр. Өзбек қазақ бір туған деп бекер айтпаған. Біздің қазақ ағаларымыз, өзіміздің қазақ бауырларымыз не деген қолдау жасап, жеңіске жеткеніне жағы ризашылықтарын білдіріп, сыйлықтарын беріп жатыр, шапан кигізіп жатыр. Одан бөлек пачка ақша ұстатып жатыр. Мінекей, әр еңбектің берекесі, жақсылығы алдынан шығып жатыр. Әрдайым алға баса бер. Өзбекстанда өзің фанаттарын өте көп. Өзбек, қазақ фанаттарын бар. Басқа да елдің фанаттары қосыла берсін, бәрін қуанта бер. Тек қана алға баса бер. Жеңісің құтты болсын, бауырым. Иә, достар, Ануарбек мотиватор женеме Жұман Жұмабеков женеме комментарияға өз ойларыңды қалдырып кетіңдер. Сендермен болған төбелес арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.